Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен құрма пирогын жасайтын боламыз. Өте дәмді, өте сондай дәмі өзгеше пирогтардың бірі. Ең алдымен тестасын дайындап аламыз. Бізде песочное тесто. Мына жерде менде шым-шым тұз және ас содасы бар. Ұнымның үстіне саламын және қантымды саламын. Біріктіріп, араластырып аламын. Қант, сода, тұзымыз онымен араласқан соң, майымызды осы 4-5-ті етіп турап алып, холодильниктен салқын болғаны дұрыс майымыз. Міне осылай қосып, біркелкі араластырып, песочный болғанға дейін майымыз толық ұнмен біріккенге дейін араластырып аламыз. Міне ұнымыз бен майымызды араластырып алдық. Міне осындай ұнымыз песочный болу керек. Сонымен бір жұмыртқамызды қосып, толығымен қамыр болғанға дейін илеп аламыз. Міне қамырымызды илеп алдық. Енді бірденен формамызға жайғастырамыз. Артық ұн қоспаймыз. Қолымыздың көмегіменен не осылай жайғастырып шығамыз. Қамырымызды толық формамызға жайғастырып алдық. Енді начинкамызды дайындағанға дейін холодильникке жібереміз. Начинка үшін бізге керегі, міне ыдысымда творожный сыр, қант керек болады. Қантымды саламын ыдысыма бірденен, және сливки керек болады. Сливки бізде 33-35% қажет болады. Ыдысыма салып, блендермен біріккенше еземіз. Келесі құрмамызды сүйегінен ажыратып, міне осылай етіп турап аламыз. Формамызды холодильниктен алып, вилканың көмегімен осылай тесіп шығамыз. Енді осы қамырымызға жаңағы блендермен езіп, дайындап алған салмамызды бетіне құйып алатын боламыз. Және біркелкі етіп жайғастырып аламыз. Міне енді осы салмамыздың үстіне жаңағы дайындап алған, турап, кесіп алған фруктымызды, яғни құрмамызды осылай тізіп, жайғастырып аламыз. Міне құрмамызды жайғастырып алдық. Енді осы пирогымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Міне пирогымыз пісті. Толығымен суыған соң ғана формасынан ажыратамыз және кесіп, тек салқындаған кезде ғана ұсыну қажет болады. Сонда ғана дәмді пирог шығады. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып өтсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет.